Ассалаумалейкум достар, сіздермен Құлымбет. Қазіргі жаһандық жаңалықтарды қарасақ, кризис плюс коронавирус екі жақтан қысып экономикалардың құлдырауына әкеп соғып жатыр. Қарап отырсаңыздар, мен екі адамды алдым, біреуі Асылбек, біреуі Абзал. Ертекте сұрпабетке лайктарыңыз Құлымбетке. Және де қазір Қазақстанда жағдай айтқанда жақсы емес. Астана және Алматы қалаларында уже карантин орын алды. 19 мартта уже орын алады. Қазірдің өзінде уже адамдар саны азайып, жұмыстан адамдарды босатып, былай айтқанда әрине кредит жағынан кішкене қазіргі соңғы жаңалықтарға қарағанда енді бір айқын емес. Бұл біресе былай сөйлейді, біресе былай сөйлейді. Ол жағы айқын емес. Еще осы қателеспесем бүгін деймін, 18 мартта Нұр Отан партиясы анау өтті дейді. Жабық, оның өзінде прямой эфирсіз, біз оларды көрген жоқпыз. Вот сол жақта ойлаңыздар. Басқа мемлекеттер миллиард долларлап өз мемлекетіне коронавирусқа қарсы ақша жұмсап жатса, біздің мемлекет 150 миллион теңге. Ойлаңыздар, 150 миллион теңге дегеніміз күлкілі ақша, достар, күлкілі ақша. Мен оларға айтарым, сол ақшаларында көттерін тығып қойыңдар. Енді біздің жайт ол жайт емес, бұл қазіргі менің жайтым. Бағана маған бір бауырым звондады. Оларды жұмыстан босатыпты. Онда қуанышқа орай кредит жоқ. Бірақ сізге айтарым, бүгінгі біздің темамыз ақшалай, не себепті ақшаларымды подушка безопасности ұстағандарыңыз дұрыс, сол жайлы қысқаша ақпарат беремін. Қазір біз экранға назар аударамыз. Мен сіздерге арнап сызып схемамен көрсетемін. Қазір пландикамды қосып. Қарап отырсаңыздар, мен екі адамды алдым, біреуі Асылбек, біреуі Абзал. Бұл жерде, бұл видеомда не себепті финансовый подушка жасағандарыңыз дұрыс. Ол дәл қазіргі моментте сіздерге жақсы пример болады. Қараңыздар, екі Абзал және Асылбек деген екі адам жұмыс істеп жатыр. 2020 жыл делік. 2020 жылы зарплаталары енді примерно 300 алып жатыр делік. Әрине, кейбіреулерінде арзан, кейбіреулерінде 100 мың, кейбіреулерінде 80 мың, әркімде әрқалай. Примерно 300 теңге деп алдым, түсінікті болу үшін. Без разницы қанша сумма, любой сумманы қойсақ болады. Мысалы, Асылбек 300 теңге айналып жатыр, Абзал 300 теңге айналып жатыр. И Асылбек айлық сол 300 теңге алған суммасын былай айтқанда құртады, то есть алады, анаған жұмсайды, тамақ ішеді, ары бері киінеді деген секілді. Айдың соңында онда 0 теңге, то есть ол еш нәрсе откладывать етіп жатқан жоқ. Енді Абзалға келетін болсақ, ол 300 теңге зарплата алды, 300 теңгесін, 30 теңгесін откладывать етіп қойды. Неважно, наличкамен болсын, депозитке салды, банкке салып қойды, неважно, долларға айырбастады, 30 теңгеден жинап жатыр. Енді бұлардың болашағын қарап көрсек. 10 жыл өтті делік, 10 жыл өтті, 10 жылдан кейін, мысалы 10 жыл бойы 300 теңге тауып отыр делік, 10 жылдан кейін 0 теңге. Айтқанда ешқандай бір капиталы жоқ. Енді Абзалға қарайық. 10 жылдан кейін оның Абзалдың шотында 3 миллион 600 мың теңге жиналады. Енді бұл 3 миллион 600 мың теңге ешқандай процентсіз, жай просто жастықтың астына жинаса деген сөз. Әрине, инфляцияларды қоспай қойық, просто жинаған өзінде. Енді қараңыздар, енді оны 3 миллион теңгені 30 мың теңгені жай жинамай, оны банктік депозитке салып, мысалы 10% деп алайық, 10%пен жинады делік. 10 жылда бұл 3 миллион теңге 10%пен уже 6 миллион 43 мың теңге уже болды. Ойлаңыздар. Бұл айтқанда қарапайым ғана зат. Әрине, сіздерге ешкім 30 мың теңге жинап 30 мың теңге откладывать деген жоқ. 5 мың теңгеден жинасаңыз болады. 2 мың теңгеден ай сайын, 1000 теңгеден, 500 теңгеден кімде қандай возможность бар делік қой. Егер доходыңыз көбірек болса, 500 мың теңге уже көбірек, 50 мың теңге, 30 мың теңге емес, 50 мың теңге жинайсыз. Енді қараңыздар, қазір жақсы пример.
мысалы қазір кризис болып жатыр, қазір бизнестердің көбісі жабылып жатыр, қазір жұмыстан шығарылып жатыр адамдар. Енді ойлаңыздар, сіздер 10 жыл бұрын осылай жинап келдіңіздер, қазір кризис басталды, сіздер мысалы жұмыстан шығарды, мысалы менің бауырым жұмыстан шығарды, онда Құдайға шүкір, онда қазір кредит жоқ, и онда қазір бір доход та жоқ, то есть жұмыстан шығарып жүреді аяқ астынан, зарплата жүрмейді, без содержательный жұмыстан шығарды, зарплата жүрмейді. Ойлаңыздар, егер ол 10 жыл бұрын осылай шетінен жинап отса, 5 мың теңгеден, 10 мың теңгеден, өзінің возможностына байланысты, қазір ол жұмыстан шығарған өзінде де уже астында подушка безопасности бар, уже қиналмайды, қарын ашса барып тамағын жейді, бірдеңкесін жейді, ары бері жолының ақшасы бар деген секілді сұрақ туындап тұр. Енді егер ол өзі айтты, ондай сумма жоқ деді, значит, ол 10 жыл бойы ешнәрсе жиналмаған, қазір оның қалтасында 0 теңге, қазір оны жұмыстан шығарып жіберді, без содержательный, зарплата түспейді, ешқандай доход жоқ, ақшасыз отыр. Ойлаңыздар енді. Енді оған мен айттым, қара, кризис әр 10 жыл сайын болып тұрады кризис. Әрине, бизнес ашып, кәсіп ашқан дұрыс. Егер осылай жалғасса, то есть, егер осылай тоже, мысалы, зарплатамен жұмыс істеп жүрсем, 10 жылдан кейін тағы осындай кризистер болады, достар. Оған 100% кепілдік беремін. Осындай кризис болған кезде, оны тоже бір қиындық экономикалық жағдайға байланысты жұмыстан шығарып жүрсем, онда не болады? Тоже ақшасыз отырады. Вот соған байланысты сіздер, достар, айтарым, подушка безопасности міндетті түрде кез келген адамда болу керек. Кем дегенде 6 айға, то есть сізді жұмыстан шығарып жүреді, сізде бір нәрселер енді болды. Подушка безопасности 6 ай, то есть сіз 6 ай бойы еш нәрсе уайымдамай, 6 ай бойы сіздің шотыңызда ақша бар, сіз уже күн көре аласыз, батқанда қиын кезеңдерді алып шығасыз. Сонымен, достар, бұл наглядный пример болды деген ойдамын. Кстати, қазір мен білмеймін, интернет что-то қуып тұр, мен қазір өзімнің YouTube каналыма кірейін десем, загрузка қазір көрейікші, интернетті тағы өшіп тастамаса, загрузкадан ұзақ болып па, достар, білмеймін, интернет может ограничить етті ма, түсінбей тұрмын соны. Сіздерге айтатын едім, каналыма тіркеліп, мен YouTube арнама кіріңіздер деп, егер тіркелмеген болсаңыздар, жай қарамай, мен YouTube каналыма тіркеліп қойыңыздар, лайктарыңызды басып отырайық, комментария сұрақтарым жазып отырайық. Достар, бұның бәрі топқа кетсін десеңіз, осы видеом топқа кетсін десеңіз, онда кішкене активне отырайық, мені қолдап отырайық, көптеген қаржылық сауаттылық, көптеген информация беріп отырамын. Сіздермен болған зия құлымбет, барлықтарыңызға сәттілік.